Біреуде iPhone, ал біреуде Samsung, кейбіреуінде Nokia ұялы телефоны бар. Қазіргі уақытта адамның өмірін ұялы телефонсыз елестету өте қиын. Телефон адамның бір өмірінің бөлшегіне айналғандай. Егер сен осы видеоны телефон арқылы көріп отырсаң, онда лайк бас. Әлемде телефондардың бағалары неше түрлі. Мысалға, жаңадан шыққан iPhone немесе Samsung телефондары 200-300 мың теңгенің мөлшерінде тұрады. Ал бірақ та біз білмейтін әлемдегі ең қымбат телефондар бар екен. Олардың кейбіреуінің бағасы тіпті 1 миллион долларға дейін баруы мүмкін. Достар, сендермен бірге Q-Life арнасы және біз бүгін әлемдегі ең қымбат ұялы телефондар жайлы айтатын боламыз. Vertu Signature Cobra. Әлбетте сіз осындай дизайны ерекше, әдемі телефонды кез келген дүкеннен сатып ала алмайсыз. Аты аңызға айналған Vertu 2006 жылы осындай керемет дизайнда телефон жарыққа шығарған. Бірақ бұндай телефонды тек қана бай және атақ тұлғалар ғана иеленуі мүмкін. Бұл Vertu'да қымбат бағалы тастармен безендірілген алтын жыланның бейнесі бар. Ал кемшілігі, бұл телефонда камера жоқ. Ал егер бұл телефонды сіз сатып алғыңыз келсе, қалтаңыздан 310 мың доллар төлеуіңіз керек. Греса Лаксор Лас-Вегас джекпот. Осында ерекше телефонды кез келген адам қолында ұстап көргісі келеді. Өйткені бұл телефонның корпусы таза алтыннан жасалған, ал артқы жағы африкалық қара ағашпен безендірілген. Телефонның қалыңдығы небары 12 мм, ал кнопкалары болса таза сапфирден жасалған. Бұл телефонды жасау үшін 180 грамм алтын жұмсалған. Оның камерасы 2 мегапиксель. Ал енді осындай телефонды сатып алғыңыз келсе, сіз 1 миллион доллар төлеуіңіз керек. Diamond Crypti. Ресейлік Анкорд компаниясы жасаған бұл телефон Ресейдегі ең қымбат телефон болып есептелінеді. Ерекше әдемі дизайнды бұл телефонның экраны адам денсаулығына, яғни айтқанда көзіне ешқандай зиян келтірмейді. Телефонның сырты әдемі бриллианттармен және ерекше қымбат ағашпен қапталған. Бұл телефонның мүмкіншіліктері өте көп, бірақ бір ерекшелігі оның бағасы 1 миллион евро тұрады. Gold Wish Le Million. Бұл ерекше әдемі дизайнды гаджет Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Оның мықты корпусы алтын және ақ алтыннан жасалған, ал әйнегі болса сапфирден жасалған. Телефонның барлық жері 120 караттық бриллианттармен безендірілген, ал артқы панелі болса крокодилдің терісімен жасалған. Бұл телефонды қолда ұстау өте ыңғайлы, ал бағасы 1 миллион евро. Emulsi Call of Diamond iPhone 6. Бұл ерекше, жарқыраған әдемі смартфон 2016 жылғы әлемдегі ең қымбат телефон болып есептелінеді. Оның алтыннан құйылған корпусының барлығы жерін 6000-ға жуық бриллиант тастар безендіріп тұр. Бұл ерекше смартфонның дизайнері британиялық Александр Амосу. Ол өзінің жұмысын жақсы және қарқынды орындаған. Ал осындай телефонды сіз сатып алғыңыз келсе, 2 миллион 500 мың доллар төлеуіңіз керек. iPhone SE Kings Button. Бұл телефонның атауынан ақ сіз оның ең әдемі, ең бағалы жері қай жер екенін біле аласыз. Button деген сөздің аудармасы саусақ деген мағынаны береді. Бұл iPhone'ның бастапқы кнопкасы өте қымбат 6 караттық алмаздан жасалған. Ал атақты тістелген алма логотипі өте қымбат, бағалы және де сапалы алмаздармен безендірілген. Бұл iPhone'ның құны 2 миллион 410 мың долларды құрайды. iPhone 3GS Supreme. Осындай әдемі iPhone 3GS Supreme'ді сіз сатып алуыңыз екіталай. Өйткені бұл өте аз мөлшерде шығарылған. Бұл iPhone'ның дизайнері Stuart Hughes оның корпусын 270 грамм алтыннан құйған және жан-жағын әдемі бриллианттармен безендірілген. Ал бұл телефонның ең әдемі жері оның орталық кнопкасы. Оның орталық кнопкасы әлемде сирек кездесетін 7,1 караттық алмаздан жасалған. Тіпті оның артқы жағы да алтыннан құйылған. Ал бұл телефонның бағасы 3 миллион доллар. Қызғылт iPhone 4 Diamond. Әлбетте iPhone 4-тердің дәуірі әлде қайта өтіп кеткен. Бірақ та осы әдемі телефон әлемдегі ең қымбат телефондардың рейтингінде әлі күнге дейін бар. Өйткені ода барлығы 100 караттық 500 бриллиант және де Apple логотипінде 53 бриллиант. Тіпті оның Home кнопкасында 7,4 караттық қызғылт бриллиант бар. Қызғылт бриллиант әлемдегі ең қымбат бриллианттық қатарына кіреді. Ал бұл телефонның құны 8 миллион доллар.
қара iPhone 5 Diamond. Бұл телефонда алдыңғы қызғылт iPhone 4 телефонын жасаған ливерпульдық ювелир Стюарт Хьюзның қолынан шыққан екен. Осындай бағалы телефонға қытайлық бизнесмен тапсырыс беріпті. Бұл смартфонның корпусы 24 караттық алтыннан жасалған, ал оның жан-жағын ұсақ және бағалы 600 тастар безеніп тұр. Тіпті оның логотипінің өзінде ұсақ 53 бағалы тастар бар екен. Ал бұл iPhone-ның ортақ кнопкасында, яғни ортаңғы Home кнопкасында 26 караттық, құны 12 миллион доллар тұратын қара бриллиант орналастырылған. Ал бұл телефонның өзінің құны 15 миллион доллар. Falcon Supernova Pink Diamond iPhone 6. Әлемдегі ұялы телефондардың бренді Falcon бізге барлығымызға таныс iPhone 6-ны жаңаша имиджде ұсынды. Бұл iPhone 6-ның корпусы 18 караттық алтынмен қапталған, ал артқы крышкасында iPhone логотипінің астында үлкен қызғылт және көгілдір бриллиант орналастырылған. Егер сіз сары алтынмен қапталған, артында көгілдір бриллиант орналастырған iPhone 6-ны сатып алғыңыз келсе, 48 миллион 500 мың доллар төлейді екенсіз. Тіпті оның платина және де қызғылт алтыннан жасалған екі түрі де бар екен. Достар, мінекей біз әлемдегі ең қымбат ұялы телефондар жайлы білдік. Осы жаңалықпен әлеуметтік желіде басқа да достарымен бөліс. Және сенің ұялы телефонның бағасы қанша теңге және маркасы қандай? Осыны комментарияға жаза кет. Ал егер саған видео ұнаса, видеоға лайк бас және біздің арнамызға тіркел. Және біздің арнамызға тіркеліп, барынша лайк басып, бізді қолдап, комментарий жазған барша адамдарға мен шын жүрегімнен алғысымды айтамын. Сіздерге үлкен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Q Life арнасы, және кездескенше қош сау болыңыздар.